Қайырлы күн ұстаздар, өздеріңізбен әдеттегідей Сандуғаш Қадырғалиевна. Бүгін сіздерге әртүрлі тақырыптар бойынша 1 минутта бірнеше сұрақтарды дайындап беретін жасанды интеллект құралын таныстыратын боламын. Біз бүгінгі видеода үйренетін құралды викторина шебері деп атасақ та болады. Алдымен бұл жасанды интеллект құралының сайтына өтіп тіркелеміз. Ол үшін Google-дың іздеу жолағына Quiz Wizard деп жазамыз. Сол кезде ең бірінші мына жерде Get Quiz Wizard деген сайт бар. Осы сайтқа өтеміз. Осы сайтқа біз әдеттегідей тіркелеміз, sign up дегенді басамыз. Почтамызды жазып, кез келген өзіміз парольді жазғаннан кейін continue батырмасын басамыз. Және де ағылшын тіліндегі сайт, мұнда толық аты жөніңізді жазып, және де кім сіз оқушысыз ба соны көрсетсеңіз болады. Және де астында ұйымдастыру дегенге мысалы семинар деп жазсақ болады. Содан кейін sign up дегенді басамыз. Яғни бұл сайт бізде әртүрлі өзіміздің қалаған тақырыптарымыз бойынша бірнеше таңдау сұрақтарын 1 минутта жасап береді екен. Мұнда бізде ағылшын тілінде қарайтын болсақ, сұрақтарда қай дерек көзден шығарғымыз келеді. Тақырып бойынша іздесек болады, құжаттарымызды енгізіп, немесе мәтіннен сұрақ құрастырса болады, сілтемеден сұрақ құрастырса болады. Сонымен қатар аудиодан, видеодан, сонымен қатар YouTube'дағы сілтемеден сұрақ құрастыра алады. Міндетті түрде бізге перевод қажет болады. Ең бірінші тақырып дегенді басып көрейік. Және де біз мұнда қандай тақырыпты енгіземіз. Мысалы, переводқа барып жазайық. Ақпараттың өлшем бірліктері деп жаздым, және осы ағылшын тіліне аударылған тақырыпты осында келіп қоямын. Және де мұнда пәнімді жазамын, information деп. Сонымен қатар сізге қай тілде құрастырып берген дұрыс, көбінесе сіз ағылшын тілін таңдағаныңыз дұрыс. Және де қандай сұрақтар қажет, жеңіл, орташа, қиын, орташа сұрақтар қажет, жалғастырыңыз батырмасын базамыз. Және де бізде мұнда көп таңдаулы сұрақтар деген бар, және ашық сұрақтар деген бар, және карточкалар, яғни флеш карталар бар. Сіз таңдайсыз, мысалы маған тест форматында құрастырып бер дейтін болсақ, көп таңдаулы сұрақтар дегенді басамын. Дұрыс жауаптар 3 болсын. Дұрыс жауап 1 болсын деп таңдап, мазмұнды жасау дегенді басамын. Мұғалімнің уақытын үнемдеп, кез келген тақырыпта сұрақтарды, викториналарды құрастыруға көмектесетін жасанды интеллекттің құралы. 1 минутқа жетпейтін уақыттың ішінде ағылшын тілінде маған ақпараттың өлшем бірліктері тақырыбына сұрақтар құрастырылды. Және де оның 3 дұрыс емес жауабы және 1 дұрыс жауабы бар. Яғни біздің қойған настройкамызға байланысты жұмыс жасайды. Енді осыны біз сақтап алсақ болады. Экспорттау деп басып, өзіміздің Word форматында жүктеп алсақ болады. Яғни біз қазір Word форматында жүктедік. Енді оны ашып қарайтын болсақ, оқушыларға осыны барлығын көшіріп алып, мышканың оң жағын басып, переводқа алып келіп, ағылшыннан қазақ тіліне аудара қоясыз. Берілген уақыт ішінде берілуі мүмкін мәліметтер көлемін көрсету үшін қандай өлшем бірлігі қолданылады деген сияқты бізде сұрақтар мен жауаптар бар. Енді біз көріп көрдік. Енді тағы да Quiz Wizard мазмұн жасау дегенге келіп, документ дегенге келейік. Бұл құжат бойынша жұмыс жасайды. Яғни құжат дегенде сіз ағылшын тілінде осыған дейін дайындап қоясыз. Және төменгі жақта плюс батырмасын басып, өзіміздің ағылшын тілінде дайындап қойған документімізді әкеліп орналастырамыз. Дәл осы документіміздің ішіндегі мәтіннен сұрақтарды дайындап беретін болады. Және де жаңағыдай көп таңдаулы ма, әлде ашық сұрақтар керек пе, сізге флеш карта түрінде керек пе, осыны таңдайсыз. Мен ашық сұрақтар деп басамын және generate деп басамын. Әдеттегідей уақытты үнемдеп, 1 минутқа жетпейтін уақытта бізге ашық сұрақтарды дайындап бердім. Create content деп басып, текст дегенді қарайық. Және де өзіміз бір мәтінді көшіріп алып, документімізден немесе интернетімізден әкеліп төменге қоямыз. Осы текстті оқи отырып, бізге жаңағыдай мысалы флеш карта құрастырып берсін дейміз. Және флеш картамыз біздің сұрақ жауаптан тұруы мүмкін, мерзімі анықтама болса хронологияға жақсы, тарихтарға. Міне жаңағы аздаған қойған тексттарымыздың ішінің өзінен бірнеше сұрақтарды флеш карта форматында құрастырып берді. Тағы да экспорттау деп өзімізге қажет документ түрінде сақтап алсақ болады. Мазмұн жасау дегенге барып, сілтеме бойынша құрастырып көрейік. Мысалы, Computer Networks деген тақырыпта мәтін іздеп отырмын. Және осы тақырыптағы жоғарыдағы сілтемені алып, Quiz Wizardқа келіп, сілтеме деген жерге мына жерге қоямын. Және де жалғастыру дегенді басамын. Енді мына жерден түрін таңдаймын. Менің сұрағым карточкалар жинағы, ашық сұрақ немесе көп таңдаулы сұрақтың бірінде жасалуы үшін көп таңдаулы деп сұрақты басамын. Және аздаған секундтарымыздың ішінде біздің
яғни тест форматындағы сұрақтарымыз дайын болды. Тағы да экспорттау деп өзіме Word форматында сақтап қоямын. Енді біз аудио бейне форматында жасап көрейік. Ол үшін аудио дегенді басып, осы жерге плюс батырмасын басып, аудионы, видеоны таңдап, мысалы мен мынаны таңдап, және де осы мен қойған музыкаға әуенге байланысты міне сұрақтарымыз біздің дайын болды. Тағы да біз YouTube'дан басып көрейік. Өзімнің YouTube'нан бір видеоны алып, оның сілтемесін көшіріп аламын да, жаңағы YouTube дегенді таңдап, сілтемені әкеліп қоямын, Continue батырмасын басамын. Менің видеомды тыңдай отырып, жасанды интеллект құралы Quiz Wizard 1 минуттың ішінде сұрақтарды дайындап берді. Қысқасы, Quiz Wizard викторина шебері. Quiz Wizard 1 минуттың ішінде сіздің таңдаған тақырыбыңызға байланысты викториналарды, флеш-карталарды, сонымен қатар көп таңдаулы тест форматындағы сұрақтарды құрып бере алады. Бұл ұстаздың уақытын үнемдейді, сондықтан бұл жасанды интеллекттің сайтын әрбір ұстаз міндетті түрде өз сабағында қолдануды әдетке айналдыру қажет. Бүгінгі видео пайдалы болса, лайк қойып, пікір қалдырып, өзге де әріптестерді каналға шақыра жүріңіздер, кәделеріңізге жарасын.